біз айтамыз ғой конкуренттерде баға арзан деп ше. Оларда тек қана сол тауар ғана арзан, қалған бәрі қымбатты 700 мың теңге. Бұл бір айлық сауда ма? Магазинге кіргізетін нәрсе бұл сыртқы наружный реклама. 60% сыртқы реклама әсер етеді. Скидка акция жасағаннан остаток тауарлардың барлығы тазаланып кетпейді. Жабылу себебін сұраймын. Ол айтады, типа, пайда қалмады, барлығы баға жарыстырып кетті, төмен түсіп кетті, клиент жоқ болып кетті, типа, конкурент көбейіп кетті деген сияқты. Тек қана андай. А бізде қалай? Бізде модель табасыздар, студияға барасыздар да сүре бересіздер ғой, короче. Андай аудиторияны новый поступлениеға үйрету керексіз. Скоро жабылып қаласыз. Самый ценный клиент это постоянный клиент дейді. Продуктовый магазинде нан мен су или сүт ол күнде стабильно сатылып отырады да. Ол нанды арзан қылады, суды арзан қылады, или сүтті арзан қылады да. Ол одан пайда таппайды, ол магазинге клиент тартып беретін продукция болады да сізде. Біз, чтобы товарларды ұстамайық, жіберейік, хотя бы үстінен аз пайда қоса, акцияға шығарып, позор болғанша, акцияға шығаратын адамдарды білем, товарын сата алмай жатқан магазиндер акцияға шығарады да. Мысалы күніне SMM шегіңіз 1 пост, 2 пост салып қояды да, 1-2 киім ғана өтеді. А сіздің магазиніңізде 100 түрлі ассортимент бар да, 100 түрлі киімнің түрі бар. Сізге уже айтады ғой, заманның түлкі болса тазы болып шал дейді. Сізге уже басқаша система қолдану керекпіз. Так, саламатсыз ба, қалайсыз? Жақсы, рахмет, өзіңіз. Жақсы, Арай ханым. Так, естіліп тұр. Дауысым естіліп тұр ма сізге? Иә. Так, бізде формат бұл YouTube-қа консультация форматында. Сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, есіміңіз Арай, қандай кәсіппен айналысасыз, қанша уақыттан бері айналысасыз деген секілді. Есімім Арай, мен ерлер киім сатамын. 6 жылдан бері осы саладамын. Так, 6 жылдан бері ерлер киімдерін сатасыз. Так, жақсы. Өзіңіздің жасыңыз қаншада? Так, Арай ханым, сіз тыныштау жерде отыра аласыз ба? Иә. Шум болып тұр да сізде. Так, хорошо. Кәсібіңіз қалай болып отыр қазір? Қазір сауда вообще жай болып қалды, тоқтап қалды. Так, тоқтағанына қанша уақыт болды? Тоқтағанына 4 айдан бері, 5 айдан бері вообще жай болып тұр. Жалпы осы жылдың басынан бастап саудаңыз жай, Иә? Так, ең соңғы рет жақсы сауда болған кез бұл декабрь ай примерно сізде сонда, Жақсы. Так, магазинде жалпы сауда қанша болады? Қазір сіздің точка аңыз қанша? Қазір менікі 700. Так, 700 мың теңге. Бұл бір айлық сауда ма? Иә. Так, өте аз. Так, магазинде қанша теңгенің тауары бар? Ол жерде Шамамен 7 миллион ба? 7 миллиондай примерно сырт киімдердің бәрін есептемегенде. Тек летний. Так, жалпы барлық тауарларыңыздың саны 7 миллион ба? Или бұл тек қана летнийді ма? Летний. Зимний бәрін қосқанда қанша теңген тауар бар? 10-ға жетеді. 10 миллион теңген тауар ма? Охо. Так, сіз өзіңіздің складыңыздағы 10 миллион теңге тауардың даже 10%-ын ғана сатып атқан жоқсыз ғой? Бір айдың ішінде. Так, хорошо. Сізде не жоқ, кассовый аппарат жоқ, әлі қоймадыз, Иә, қоймадым. Неліктен қоймай жүрсіз? Пока тура келмей жатыр. Пока тура келмей жатыр ма? Хорошо. Так, сізге клиенттер тек қана офлайн келіп жатыр? Тек офлайн, иә. Неліктен сіз тек қана офлайн клиент тартып жатсыз? Неге онлайн клиент жоқ? Или онлайн қалай продажа істеуді білмей жатсыз ба? Иә, онлайнға сол өзімге қызық бағаннан кейін, жаңағы өзім сияқты көрем ғой жұрттарды. Тек қандай көзбен көріп деген сияқты. В общем, мен өзім тек офлайн аламын, барлығы офлайн алады деп ойлаймын. Иә. Поэтому онлайнға қатты интерес жоқ. Так, хорошо. Декабрь айында қанша сауда істедіңіз? Осы есіңізде ең жақсы сауда болған кез? 2 миллион теңге істедіңіз ба? Так, 2 миллион болды ма декабрьде?
иә. Даже 2 миллион теңгенің өзі аз. Так, негізі былай жасайсыз. Қазір мен Тугистан ашып отырмын. Сіз Шымкент қаласыңыз ғой, иә? Так, Иә, сізде 843 мужской одежданың магазині бар екен. Біздің Шымкентте почти 843. Мен қазір мына есепті сіз айтқаннан кейін ғана көріп отырмын. Осы өткен жылы декабрьде қарағанымда 1100 еді. 1100 киім магазин бар еді. Қазір уже былай айтсам азайып қалған. Бір шама магазиндер уже жабылып қалған. 843 қана болып тұр да. Негізі магазиннің жабылуының немесе клиенттің аз болуының негізгі екі себебі бар. Бірінші себебі бұл конкуренттің көптігінде. Екінші себебі бұл онлайн продажаның жоқтығында. Яғни сіз бұрынғыдай тек офлайн отыратын болсаңыз, онда байқасаңыз уже саудаңыз бара-бара азайып баратыр. Сіз 700 теңгемен даже бұл жердің арендаңыз бар, өзіңіздің шығындарыңыз бар, оны шығармайсыз, дұрыс па? Вот, енді сіз осы киім магазин бастағаныңызға 6-7 жыл болды дедіңіз ба? Иә. 6-7 жыл болды. Қазір осы шамамен сіздің қанша осы бизнесті дамытуға, оборотқа салуға қанша ақша алдыңыз? Банктен қарыз қылып, кредит қылып, қанша минусқа кіріп кеттіңіз? 7 миллиондай алғам, иә. Вот, чтобы қазір сізде минус 7 миллион теңге қарыз бар, иә? Именно осы бизнеске арнап алған. Жоқ, ашатын кезде сол болды. Ашатын кезде. Жоқ, Жоқ, қазір таңда. Қарызыңыз бар ма? Қазіргі таңда ма? Қазіргі таңда бар, иә. 2 миллион қарызым бар. Қанша? Сауда 2 миллион. Так, 2 миллион теңге қарызыңыз бар. Так, понятно. Так, енді қараңыз. Сіз қазір 2 миллион теңге қарызыңызды и арендаңызды төлеу үшін ғана ақша тауып жүрсіз. Иә. Байтқан кезде сіз бір ана домалақ колесаның ішіне кіріп алдыңыз ғой, выживать етіп жүрсіз ғой. Белка в колеса деген сияқты. Өзіңіздің шығындарыңызды ғана жабасыз. Уф деп бір демалып аласыз, қайттан соны жабасыз. Енді былай жасайық, Арай ханым. Давайте точка А-ңызды белгілейік. Точка А сізде қазір 700 мың теңге сауда бар деп алайық. Точка Б. Так, осы бір айдың ішінде қанша саудаңызды көбейтуге дайынсыз? Так, давайте орташа есеппен саудаңызды плюс-минусым 5 миллионға көбейтуге болады. Так, 5 миллион демей қойын, 3,5 миллион теңге деп қойық. Бұл сіздің 5x болсын саудаңызды көбейтудің. 3,5 миллион теңге сіздің саудаңызды 5x көбейту керекпіз. Енді 3,5 миллион теңгені сіз средний 30 күнге бөлесіз. Күніне орташа есеппен 120 мың теңгедей сауда істеу керексіз. Так, 30 күнге бөлгенде күніне 120 мың теңге сауда істеу керексіз. Орташа есеппен. Так, 120 мың теңге бұл сіздің бір күндік кассаңыз болу керек. Сіз ертең азанда жұмысқа барған кезде мен бүгін қалай 120 мың кассадан жоғары істей аламын деген сұрақпен бару керексіз жұмысыңызға. Ол бір. Екіншіден, сіздің бизнесіңізде любой бизнесте негізі ключевой показательдер болады. Ол средний чек, количество продажа, және повторный продажа деген сияқты да. Оны return дейді на английском. Қазір біз бұлай жасайық. Енді 120 мың теңге сауда жасау үшін бізге күніне неше клиентке сату керекпіз? Неше клиентке біз өз тауарымызды ұсынып, оның дұрыс таңдау жасауына көмектесіп, байтқан кезде покупка жасатуға көмектесу керекпіз. Сіз өзіңіздің магазиніңізде средний чектің қанша екенін білесіз ба? Средний чекінде 25 мың ғой. 25 мың теңге. Хорошо. Давайте енді плюс-минусым 20 мың теңге деп алайық. Енді иногда әртүрлі болады. Сіз оны тоже нақты білмейсіз, чтобы сізде қазір кассовый аппарат жоқ. Оны бір тек қана көзбен немесе бір примерно деп есептеп жатсыз да негізінде. Енді сізге средний чек 20 мың теңге болса, сіз күніне 6 продажа істеу керексіз. Так, 6 продажа. Яғни 6 адам сізден күнде сатып алу керек қой. Біз қазір, чтобы қалай айына 3,5 миллион теңге сауда істеудің бір жоспарын, стратегиясын құрып жатырмыз біргелесіп. Енді сіз күніне 6 продажа істеу үшін
күніне неше адамды примерочныйға кіргізу керексіз? 6 адам, чтобы сатып алу үшін неше адам примерочныйға кіру керек? Қалай ойлайсыз? 15 шақты адам деп ойлаймын. Қанша? 15. Хорошо, 15 адам сізде примерочныйға кіру керек. Иә. Так, примерка. Енді 15 адам примеркаға кірді, соның 6-ы сатып алады деп ойлайсыз. Енді 15 адам примеркаға кіру үшін неше адам магазинге кіру керек? Примеркаға мысалы 15 адам кірсе, 15-тің 15-і де кірмейді ғой? Иә. Вот, чтобы неше адам магазинге кіру керек сіз үшін? Примеркаға 15 адам кіру керек, бірақ ол үшін магазинге либо 30 адам кіру керек, либо 20 адам кіру керек. Қанша адам кіру керек сіздің ойыңызша? 20 адам. 20 адам кірсе, сіз оның 15-ін примерочныйға кіргізе аласыз, дұрыс па? Иә. Хорошо. Енді біздің задачамыз қалай? Біз задачаны былай қоямыз. Күніне магазинге 20 адамды қалай кіргіземін деген сұрақ қоясыз. Ең бірінші. Сізде офлайн точка. Так, енді сіз бетесіз. Ең бірінші аптаны 7 күнге бөлесіз. 3, 4, 5, 6, 7. 7 күнге бөлесіз. И күндерді типа понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И чтобы сізде күнделікті дәптер арнайсыз да, сосын бұны былай істеуге болады, либо есікке арнайы счетчик қоюға болады, күнде санау керек бірақ. Сіз осыны примерно отыру керексіз, күнде кіріп шыққан адамды екеу деп санайды да, сіз оны екіге бөлсеңіз бір адам болып шығады. Когда сіз өзіңіз де ол жерден кіріп шығатын болсаңыз, может сіз сәл анау счетчикті адамның иық деңгейлеріне қойсаңыз болады да, или бір іш тұстарға, көкірек тұстарға қойсаңыз болады да. Сіз содан еңкейіп өтсеңіз болады, или болмаса өзіңіздің примерно неңізді, количествоңызды алып тұрсаңыз болады. Қанша рет. Кішкентай балдар кіретін болса, оларды санамайды. Примерно ол счетчикті қоюға көп ақша кетпейді. Бір 10 мың теңге ма, тұрады шамасында, 15 мың теңге ма. Даже Каспийден алсаңыз арзан болады. Сондайды қою керек, и сіз санау керексіз, что понедельник күні магазинге қанша адам кірді, вторник күні қанша адам кірді, среда күні қанша адам кірді, и осында бір ай бойы 4 апта тоқтатпай жүргізу керексіз. Сонда сіз, чтобы білесіз, сізге именно суббота, воскресенье күндері адамдар көп кіруі мүмкін, қалған күндер аз кіруі мүмкін. Енді бұл офлайнның өзінде. Бірақ сіз офлайнның өзінде, мысалы, коридорда адамдар жүру мүмкін, бірақ сіздің магазинге кірмеуі мүмкін. Магазинге кіргізетін нәрсе бұл сыртқы наружный реклама. 60% сыртқы реклама әсер етеді. Яғни сіз коридорда кетіп бара жатқан кезде клиенттің орнына өзіңізді қойып, магазиннің сыртына қарап көру керексіз. Чтобы сізде манекендер қалай тұр, освещение қалай тұр, вывеска қалай тұр, допустим, есіктің аузында именно сыртқы жарнама действительно қатты әсер етеді. Сол үшін байқайсыз ба, байқамайсыз ба, әлемдік брендтер болады, Louis Vuitton, неше түрлі солар әлемде, мысалы, Қытайда магазиндерінің сырттарын өте күшті қылып істейді, витраждарын. Мысалы, бір жерде көрдім, қай жерде Қытайда ма, андай типа чемодан сияқты қылып істеген да зданияның сыртын. Сосын тағы бір жерде көрдім, как андай яхта сияқты қылып істеген, Титаник сияқты қылып ше. И зданиялардың сыртын, чтобы более интересно адамдарға ішіне кіріп көруге, ішінде прямо зданияның өзі қызықты болады да. Сол сияқты сіздің мысалы қазір 60% маркетинг сіздің именно есігіңіздің алдында келіп жатқан клиентті ұстап қалатын, ол сіздің сыртқы жарнамаңыз. Сол үшін андай көп жерлер байқасаңыз, андай прозрачный есіктер қояды, ешқандай шетінде профиль нелері алюминдары болмайтынша, прозрачный есіктер қояды. Сосын есігінің алдына кішігірім красный дорожка төсеп қояды, біреулер шарик қойып қояды, манекендерін қойып қояды деген сияқты ғой. И бұның барлығы әсер етеді. Енді біз былай жасау керекпіз. Қазір күніне орташа есеппен қанша адам кіретінін орташа санау керекпіз. Мысалы, понедельник күні бізде 5 кіреді, вторник күні 7, среда күні тоже бір 8 болуы мүмкін, четверг күні 6 болуы мүмкін, пятница күні 9 болуы мүмкін, суббота күні 15 болуы мүмкін, воскресенье күні 20 болуы мүмкін. Примерно біздің магазинге күнде кіретін адамдардың количествосы да негізінде. И осы количествомен сіз примерно есептеп жатсыз. Енді бұл офлайннан бөлек сіз онлайн, чтобы клиент тарта алу керексіз. Бұның екі жолы бар. Бірінші жолы, сіз именно қазір магазиніңіздегі 10 миллион теңге товардың 7 миллион теңгесі сізде летний киім болса, осы летний киімдарды сіз постоянно тазартып отыру керексіз.
Допустим, мысалы мен сіздің магазиніңізге бардым, көрдім, бір аптадан кейін барам, 2 аптадан кейін барам, әлі сол товарлар тұрады негізінде. А сіздің магазиніңізде постоянно новый поступление жасау керексіз, да? А новый поступление жасау үшін ескі товарларды сатып бітіру керексіз. Вот. Сатып бітіру керексіз. Сол үшін мен сізге айтайын да, любой магазиндерде байқасаңыз, товарлардың әдемі тұруы мерчендайзингке байланысты. Мерчендайзинг деген жаңа полканы реттейтінше, чтобы вид көрсететін товарлардың түстерімен, мысалы ас түстерімен үйлесімді ететін, манекендерге дұрыс қоятын ше. Именно осы оны да шақырдым осы бір 2 апта бұрыншы. Одан кейін де қазір вообще аз ғой, күнделікті бір 2 адам ғана кіреді ғой бутикке. Ол енді магазинге көп адам кіріп жатқан жағдайда ғана қолданасыз, өйткені адам өзінің затын табу үшін ше. Ол бір. Ол нәрсені тоже ол адаммен жұмыс істеп өзіңіз де үйреніп аласыз да. Принципе, қалай полканы дұрыс қою керектігін. Енді кезекті нәрсе сізге магазинге есікке адамдарды кіргізу керекпіз. Кіргізу үшін біз қазір 3 түрлі әдіс жасаймыз. Бірінші әдіс, именно біз остаток товарлардың барлығын тазалау керекпіз. Остаток товарды. Сіз оны қалай тазалайсыз? Мен сізге айтайын, чтобы ол бір скидка, акция дегенмен тазаланып кетпейді. Неме? Скидка, акция жасағаннан остаток товарлардың барлығы тазаланып кетпейді. Неге? Өйткені қазір мысалы 2-нің бірі скидка жасайды, 2-нің бірі акция жасайды, бірақ одан клиент уже қайтсам екен, скидка жасадың не, жасамадың не, клиент көбеймейді негізде. Оны сіз өзіңіз жақсы білесіз. Чтобы когда скидка жасадым, шығардым, бірақ скидкаға шығарған товардың өзі өтпей тұр деген нәрсені көп естимін да. Поэтому біз қазір былай жасау керекпіз. Ең бірінші контент қолға алу керекпіз. И через контент біз остаток товарларды больше тазалап отыру керекпіз. Ол остаток товарлар именно сіздің магазиніңізде акция, скидка дегендер 2 айда бір немесе 3 айда бір болу керек. Көп жағдайда негізі бір сезон бітіп жатқан кезде ғана болады да. Қазір мен мысалы кеше тоже бір жігітпен сөйлестім, магазин, 2 магазині болған, жабылғанда магазина. Сосын сол жігітпен самолет танысып қалдым да, танысып қалдым, бұрыннан танимын. Самолетті көрдім, қасындағы тоже тағы бір танысымды көріп қалдым. Ол айтады да, что менде наоборот бір магазин еді, қазір Астананы аштым, 2-ші магазин болды дейді. Біріншісінен сұраймын, жабылу себебін сұраймын. Ол айтады, пайда қалмады, барлығы баға жарыстырып кетті, төмен түсіп кетті, клиент жоқ болып кетті, конкурент көбейіп кетті деген сияқты тек қана андай негативный ответ беріп жатыр да маған. Енді 2-ші магазиннің Астанадан ашқан жігіттен сұрасам, есім Бағлан деген жігіттен. Одан сұрасам, ол айтады маған, чтобы система қою керек дейді. Система жоқ дейді. Система дегеніміз не ол? Бұл сіздің магазиніңізде қай тауар, қай уақытта келу керек, қай уақытта сатылып біту керек. Яғни сіз, чтобы иногда сезон бітіп жатқан кезде ол сатылады ғой деп оны сақтамау керек. Біз оны сақтап қоямызды, сезон жабылады, одан кейін келесі сезонға жаңағы сіздің қыстық киімдеріңіз сияқты тұрады ол. Сіздің бүкіл ақшаңыз сол жақта тұр, ол жылдық эвалюация бізде 12-15%-ке көтеріледі, ақшаңыз байтқан кезде құнсыздана береді. Поэтому бірінші задача қазір остаток товарды сатамыз. Енді остаток товарды сатудың стратегиясы қандай? Ең бірінші сіз Инстаграмда контент жасайсыз. Контент жасаған кезде қазір ең бірінші сіз қазір аккаунтыңыз қанша подписчик бар аккаунтыңызда? 500. 500 ғана подписчик бар ма? Так. Енді бітесіз. Енді сіздің бірінші задачаңыз осы подписчикті, аудиторияны көбейтуге жұмыс істейсіз. Ол үшін охват алып келетін контенттер істейсіз. Просмотрды көбейтетін контент істейсіз. Енді просмотр көбейтетін контентке бірнеше идеялар іздестіріп көрсеңіз болады. Бұл үшін ең бірінші, допустим, мысалы бір торговый центрде бір киім алған, или болмаса сол жақта жүрген бір ер азаматтан үстіңіздегі киім қанша теңге тұрады деп мысал ретінде бір неше түрлі қызықты контенттер түсіруге болады да. Или болмаса, чтобы мына жігіттің үстіндегі киім қанша теңге тұрады деп өзіңіздің киімдеріңізді киген модельдің образын, бағасын сұрап көрсеңіз болады да. Дұрыс тапсаңыз, мен сізге мынанша теңге берем деген сияқты, или болмаса бір интереспен қызықтыру керек.
И чтобы бұл видеоның екінші частьті сіздің инстаграмыңызда потом типа екі бөліп салу керексіз да. Типа адам дұрыс тапты ма таппады ма деп ше. И соңында да чтобы сіз дұрыс таппадыңыз, бұл жерде мынаның бағасы осындай, осындай, жалпы баға осындай болады деп ше. Типа осындай контенттерді көбірек түсіру керексіз да. Сосын мысалы мынандай контенттер түсіруге болады. Сіз бір не аласыз, қалай айтсам екен, бір мобилограф па, SMM-шік па аласыз, бірақ ер бала болу керек та. Ер бала болу керек. Қазір негізі осындай контенттер көбірек өтеді да. Бұл мысалы бір көшеден бір әдемі қызды көреді. Сөйтті сол қызға айтады: сен маған образ таңдап берсең, типа менің үстіме образ таңдап берсең, мен саған типа міне 20 000 берем дейді да, допустим. Сөйтті сол жерден бір әдемі қызды шақырады, ол қызы келіседі, ол қыздың мойнына несіне петличка тағып қояды. Сөйтті сол қызбен бірге соны түсіресіздер, короче. Сол кезде анау қыз типа образ таңдап береді, давай жүр кеттік, мен Рахиманың бірінші этажында осындай магазин деп уже түсіреді. Вот сіздің терсіңіз. Магазиннің ішін көрсетеді, сыртын көрсетеді, сол жерде товарларды көрсетеді, образ таңдайды. Если образ таңдаған образың маған ұнамаса, мен саған ақшам бермеймін дейді. Типа солай келіседі. Сол кезде ана қыз сайландай бір-екі импровизацияға кіру керек болады, бала да импровизацияға кіру керек болады. Сөйтіп екеуі күшті қылып жүргізу керек соны. Бірінші бөлім болады, екінші частьті уже арасын сәл 2-3 күн өткізіп, 1-2 күн өткізіп салу керек болады, сразу емес та. И анау видеоның негізі нормальный просмотр жинайды. Вот именно сізге қазір задача ретінде бұл охват алып келетін контентті жасау керек. И сіздің магазиніңіздің аты тез шығу керек, көп білу керек та адамдар. Вот. Екінші, мынандай контент жасауға болады. Тоже, енді бұл жақсы охват алып келеді. Бұл бір идея, жігіт пен қыз деген. Жігіт пен қыз. Так, екінші идея тоже сондай. Бұл идея былай болады. Чтобы, қалай түсіндірсем екен, допустим, бір қыз табады, тоже жаңағы бала бір қыз табады да, сонымен видео түсіреді. Так, сіз қазір бір жігітке образ таңдап беру керексіз дейді да. Сол таңдап берген образыңызға 20 000 теңге сол жігіт береді дейді. Уже мен бермеймін дейді да, сол жігіт береді дейді. Хорошо дейді, кеттік жігіт іздейміз сізге дейді да, сөйтіп бағанан жігіт табады. И сонымен сондай кадрлар, видеолар түсіруге болады да. И сонымен бір жігіт кетеді: досым, мен саған мощный қыз тауып қойдым, сол саған образ таңдап береді. И осындай магазиннен сол таңдап берген образыңа 20 000 теңге бересің дейді да. И саған осындай типа магазиннің атынан керемет сыйлық болады дейді. Тоже дополнительно. И ол келседі, типа образ таңдап береді, образды сатып алса да алмаса да өзі біледі бірақ. Типа ақшам жоқ қазір деп айту мүмкін ғой, сатып алуға. Сөйтіп таңдап береді, образы ұнайды, может оны сол кез алып кетеді, может оны кейін алып кетеді, разницасы жоқ. Просто солай істету керек та контент ретінде. И ол жігіт келседі, алдын ала 20 000 теңгесін төлейді, 20 000 теңгені қызға береді, қыз екеуін таныстырады, типа екеуін ана жерде типа күшті не қылып істеу керек та. И екінші бөлімді күтті деген сияқты. И соңында жаңағы осындай магазиннің атынан, типа деп магазиннің логотипімен, жаңағы атымен бір именной подарочный коробка дайындап, соның ішінде бір футболка ма, сондай бір сыйлықтарыңызды беру керексіз да. Типа біздің парақшаға тіркелген болсаңыз, осындай. Негізі именно сізге қазір охват алып келетін өте көп контенттер жасау керек. Бірінші адам есту, білу деген тіптен айтады ғой, касание. Сізді есту керек, магазиніңізді білу керек. Мысалы, допустим, көп адамдар білмейді сіздің магазиніңізді. Вот. Екінші, біз охват алып келгеннен кейін, екінші контент бізде именно бұл неге қатысты болу керек? Киімге қатысты болу керек, или болмаса продающий болу керек. Допустим, продающий деп жазайық. Продающий. Так, продающий контент қалай түсіруге болады? Бұл типа мынандай, бір жаңағы бір жақсы модель болады, и сол сіздің магазиніңіздің киімдерін киіп алады. Сөйтті сол киіммен типа ТРЦ-ның ішінде немесе басқа жерде аралап жүрген кезде типа бір адамдардан сұрайды: міне үстімдегі киім, типа мынау үстімдегі рубашка қанша тұратынын тапсаңыз, мен сізге осы рубашканың ақшасын беремін дейді да. Сол кезде адамдардан сұрайды, короче. Прям сонда датова, прям мынандай арзан мания деген сияқты адамдардан бір қызықты болу керек та, интерес болу керек. Я типа осында арзан, мынау магазинде қазір типа андай бір, қалай айтсам екен, жаңа поступлениенің келуіне байланысты
соңғы келген поступленияларға арнайы жеңілдіктер болып жатыр деп шақыру керек та, короче. Иә. И соған сондай контенттер түсіру керек. И более бұл продающий болады да. Яғни бұл типа социальный роликтер сияқты сандай адамдарды қоршаған ортамен, қоғаммен осындай контенттерді жасап отырсаңыз, жақсы аудитория келеді деп ойлаймын негізінде. Вот. А бізде қалай? Бізде модель табастарда, студияға барастарда түсіре бересіздер ғой, короче. Ана айналдырған 55 подписчигің бар, то есть 500 подписчигің бар, сол ғана көреді. Сіз қазір ол модельді табу үшін, модельмен түсіру үшін, съемкаға, студияға, видеографқа, фотографқа ақша құрту үшін бірінші подписчик жинап алсаңызшы, аудитория жинап алсаңызшы. Айналдырған 500 подписчигіңізге айналдырып сала бере, содан дым тіркелмейді да. Вот. Сөйтесіз остатық тауарыңызды сатуға плюс-минус бір апта или 10 күн уақыт арнайсыз. 10 күн уақытыңызды арнаңыз. Сөйтіңізді остатық тауарыңызды қазір бірінші тапсырма болсын сатыңыз. Максимально. Вот. Енді бізде бірінші остатықтың барлығын сатамыз. Екінші кезекте бізге так тоқта тұрыңыз. Кстати, бізге бірінші кезекте остатық емес, бірінші кезекте бізге аудитория жинау керек екен. Так, кешіресіз. Бірінші кезекте бізге аудитория жинау керек. Енді остатықты алу үшін бізге де подписчиктер керек қой, аудитория керек қой. Иә. Так, екінші біз остатық сатамыз. Так, остатық сату тоже уже жиналған аудиторияға бізде тек қана арнайы 3 күн, арнайы 2 күн деп остатықтарға именно енді остатықты алатын адам қандай адам? Осыны анықтап алыңыз. Остатық тауарды алатын, ол арнайы жеңілдікпен, осындай бір скидкамен или басқамен алатын аудитория, бұл арзанын іздеп жүрген аудитория болады да. Бұндай аудиторияға сіз уже подарка, мадарка деген нәрселеріңізді қоссаңыз өтеді негізінде. Осы жаққа. Түсінесіз қоя? Сіз бұл жерде былай қоясыз. Средний чекті 30 мың теңге деп қоясыз. 30 мың теңге. 30 мың теңгеге жеткізген адамдар типа сол жерден бір сыйлық алады. Сыйлық мысал ретінде сізде парфюм болды. Бір разливной парфюмдар болды да. Сіз примерно бір парфюм сататын магазинмен келсіз, бір магазинге келсіңіз, ұсыныс айтыңыз. Короче, мен осындай бір 3 күн арнайы жеңілдік жасап жатырмын. И примерно сол кезде бізге орташа есеппен 200-300 адам келеді магазинге. Сол жерде мен сені реклама етейін, Инстаграмға салайын, сен маған парфюмдарыңды жеңілдікпен бер деп. Ол типа парфюмді себестоимостьпен береді да. Ол себестоимости өте арзан, типа граммы 200 теңге ма, сондай болып шығады да, миллиграммы. Вот. Сөйтіп, сол жерде бір 5 миллиграммдық, 10 миллиграммдық деген сияқты нелерді жасаңыз. Парфюмдарды құтыларға құйып, соны типа 30 мыңға жеткізген адамдар мына жерден любой парфюмді подарки алады деген сияқты бір беспроигрышный покупка жасап көріңіз. Тоже жақсы көмектеседі да. Енді үшінші кезекте сіз міндетті түрде андай аудиторияны новый поступленияға үйрету керексіз. Так, новый поступленияға үйрету үшін біздің тағы бір қолданатын әдісіміз бар айтпақшы бұл жерде. Біз қазір return дейді, яғни бізде повторный продажа болу керек. Міндетті түрде сіз клиентский база жинаңызшы. Клиентский база. Клиентский база дегеніміз не ол? Мысалы, сіз 6-7 жылдан бері айналысып жатсыз киім саласымен, бірақ сіз осы күнге дейін сізден киім алған клиенттердің барлығының данныйын, телефон номерін, ештеңесін сақтамадыңыз да. Иә. Вот. Мысалы, кеше сізде бір 2 киім өтті, бірақ оны алған адамдардың данные жоқ сізде. Иә. Поэтому сіз ертеңнен бастап былай жасаңыз. Әрбір адам қанша суммаға сауда жасса да, сіз оған просто номеріңіз жазып, мына жерге тастап кетсеңіз, типа бізде алдағы ұсыныстар болса, сіз оған қатысасыз деген сияқты қылып істесеңіз де болады, хотя бы ше. Сөйтіп клиентский база жинаңыз. Клиентский база жинады. Мысалы, мен бір рубашка алдым. Мен алған магазиннің атын білем да. И сол магазинде, короче, арнайы бір жеңілдік болады. И болған кезде, типа маған телефонына SMS келеді да. Мен номерімді алып алды ғой олар. Иә. Все. Мен номерімді алғаннан кейін, олар біледі, чтобы скидка болады, бірдеңе болады, сол кезде маған рассылка жібереді. Біз бетейік. Қазір клиентский база жинауға жұмысшысақ, где-то бір 3 ай. 3 айдың ішінде біз остатық тауарлар сатқан кезде де, новый аудитория жинаған кезде де бізде өте көп клиентский база болады. Сол клиентский базаны жинауға әрекет жасайсыз. Оны жинаудың жолы, чтобы, яғни бір арнайы ұтыстар жасауға болады. Бір,
типа чтобы ұтыстың қандай екенін может айтуға болады, или типа мысалы бір магазиндер болады, iPhone ойнатады, iPhone алған адамдардың арасында, то есть товар алған адамдардың арасында iPhone ойнатады, бірақ iPhone'ды бір-ақ адам ұтады. Бірақ магазинде не пайда болады? Сол клиенттердің данные пайда болады, номері, клиентский база пайда болады. Поэтому сізге клиентский база құру керек. Енді клиентский база құру үшін сіз міндетті түрде жасайтын әдістеріңіздің бірі, бұл кассовый аппарат аласыз. Кассовый аппарат. Кассовый аппаратқа енгізуге де болатын шығар, если ол қандай кассовый аппарат, соған байланысты. Екінші, CRM система қоясыз. CRM система. Енді бұның әр түрлісі бар, Amos CRM, Bittrex деген секілді. Бұл как андай менеджерлар Инстаграмнан, Таргеттен, ТикТоктан, WhatsAppтан жазған клиенттердің барлығын через сол арқылы сөйлесесіз. Сол CRM арқылы. Ол кезде сіз мысалы бүкіл клиентский базаға рассылкалар жібере аласыз деген секілді. Так, төртінші біздің істейтін нәрсеміз қазір 3,5 миллионға жеткізу үшін біз товарларымызды жаңартайық. Новый поступление жасайық, бірақ өте аз көлемде. Мысалы, 3 күн сайын новый поступление істейік. Или бір апта сайын бір рет істейік та. И сол істеген кезімізде, допустим, бізде қазір клиентский базада плюс-минус бір 500 номер жинасақ, 500 номер клиенттің. 500 номерге типа SMS жібере аламыз, телефондарына, WhatsAppқа, рассылка қылып жібере аламыз. Және андай бір вебинарға шақырған секілді, типа, сәлеметсіз бе? Менің есімім осындай. Мен сізге осындай ерлер киімдер дүкенінен хабарласып тұрмын. Бүгін бізде жаңа поступление сағат 12 мен 4-тің аралығында арнайы бағамен алып кете аласыз. Біздің мекен-жайымыз осындай, біз сізді күтеміз деген сияқты. Яғни сіз новый поступление арқылы клиенттеріңізді қызықтыра аласыз. Яғни алғашқы келген адамдарға арнайы цена болады да. И сіз солай қызықтыра аласыз. Негізі новый поступление постоянно болып отыру керек сізде. И оған сіз рассылкалар жібере аласыз, міндетті түрде SMS рассылкалар жібере аласыз, то есть аудио рассылкалар жібере аласыз. Вот. И WhatsApp рассылкалар жібере аласыз. Қараңыз, сіз қазір тура осылай жүре беретін болсаңыз, сіз скоро жабылып қаласыз. Вот. И уже сіз бұл бизнестен шаршап, басқа бірдеңе істегіңіз келеді, уже қуа бастайсыз, басқа темаларды көрсем ба екен деп. Вот, олай болмайды. Самый ценный клиент – это постоянный клиент дейді. А постоянный клиентті создавать етіп алу үшін бізде клиентский база болу керек. Ертең будущем бұл бизнес сатқан күннің өзінде сіз магазиннің ішіндегі мебельмен, товармен емес, чтобы действующий бизнес ретінде клиентский базамен оценка жасайсыз. Поэтому қазірден бастап клиентский база жинау керек. Енді одан бөлек, енді қараң, осы төртеуін істейсіз. Аудитория жинаймыз, остаток товарларды сатасыз, клиентский база жинайсыз, и новый поступление постоянно істеп отырасыз. И постоянно сізде контент, маркетинг жұмыс істеп отыру керек. Вот. И ең бесіншісі, сіз бизнесті системаға келтіру керексіз. Система бұл жүйе. Бұл сіз істейтін бизнес болу керек. Система дегеніміз не ол? Оған енді команданың задачалары біріктіреді, клиентский базаны, типа клиентураны дұрыс қалыптастыру, типа CGM дейді, Customer Journey Maps дейді, клиенттің сізге магазиніңізге келуге дейінгі этаптарын құру керексіз да. Мысалы, сіздің магазиніңізде кейбір товарлар бар, мүлде пайда алып келмейтін, бірақ ол товар сізге клиент алып келеді да. Мысалы, сіз, чтобы постоянно футболкаларды сами низкий ценада сатсаңыз болады да, определенный футболкалар ше. Даже фирманың закупочный ценамен, оптовый бағамен сата берсеңіз болады да. Мысалы, магазиндерде... Не қалады? Оптовый бағамен сатқанда не қалады маған? Жоқ, мысалы, допустим, бұлай. Продуктовый магазинде нан мен су или сүт, ол күнде стабильно сатылып отырады да. Ол нанды арзан қылады, суды арзан қылады, или сүтті арзан қылады да. Ол одан пайда таппайды, ол магазинге клиент тартып беретін продукция болады да сізде. А сіздің магазиніңізге клиент тартып беретін продукция не ол сізде? Қандай продукциямен клиент тартады? Ол постоянно, допустим, футболка болса, адам футболкаға барған кезде ремень алады да, шалбар алады да. А енді сіз қандай адам, мысалы, өте редко болуы мүмкін, өзі просто бар ремень алуға баратын адамдар өте аз да. Ременсіз жүре береді да бізде көбісі ше. Вот. А енді ременді алу үшін адам не істеу керек? Шалбар алу керек.
Ал шалбар алу үшін бірінші ол футболка алу керек та. Или рубашка алу керек, или майка алу керек деген сияқты ғой. Сол сияқты сіздің магазиніңізге мынау күніне 35 қанша біз клиент тарту керекпіз? 20 клиент тартуымыз үшін біз именно сондай бір жаңа нейді, ядро дейді ғой біреулерде, қызықты тауарларды шығару керекпіз. Вот, допустим, мысалы әдем футболка кидіңіз, мына футболканың бағасы қанша теңге тұрады? Тапқан адамға, типа сіз тапсаңыз, мен осының ақшасын берем дейсіз да? Сөйтіп бұл футболканың бағасы 4000 теңге тұрады. Вау, күшті ғой. Я вот, чтобы дәл осы футболканы сіз аласыз, осындай магазиннен, осындай. Мен осы магазин несімін, типа, біздің парақшамызға тіркелген болсаңыз, мен сізге қазір тағы да 10 000 теңге беретінім деген сияқты. Типа ол тіркелмейді, и чтобы ол видеоңыз директке шығып кетеді, басқалар көреді, ары қарап олар тіркеліп алады. Чтобы ертең мен де алдынан шығып қалса, чтобы сыйлықсыз, ақшасыз қалмайын дейді. Вот. Яғни сізде система құру дегеніміз не ол? Ең бірінші ядро, кузурный товар табу керексіз. Бір. Екіншіден, постоянно погодамен жұмыс істейсіз. Екі. Чтобы погода жаңбырлы болады, басқа болады, сіз білу керексіз, чтобы саудаңыз аз болатын. Үшінші, күндік саудамен жұмыс істеу керексіз. Күндік сауда план 120 000 теңге. Яғни ол бізге болады типа 6 клиент, 6 клиент 20 000 теңгеден. Вот. Одан кейінгі нәрсе, біз, чтобы товарларды ұстамайық, жіберек. Хотя бы үстінен аз пайда қосы, акцияға шығарып, позор болғанша, акцияға шығаратын адамдарды білем, товарын сата алмай жатқан магазиндер акцияға шығарады. Саудасы келіп атса, үстінен аз пайда қосып болсын, акцияға шығармай сатпастаңыз, ұстамаңыз товарларды. Вот, сізде оборот жүру керек, тоқтамау керек та. Вот. Яғни сіз максимально қай тауарды уже магазинге кіргізу керек, қай тауарды магазинде уже сату керек. Сіз типа сезоннан таза шығу керексіз, осы нәрсені білу керексіз да. Вот. Яғни тауарды ұстамау. Және ең соңғысы жаңағы ядро дегеніміз бұл как сізде продуктовый линейка болады. Продуктовый линейка дегеніміз клиент сізге қалай келеді. Бірінші мысалы барып сіздің магазиніңіздегі бір 45 000 теңгелік двойканы алу үшін ол бірінші бір 5 000 теңгелік рубашкамен қызығып келу керек шығар. Или болмаса бір 10 000 теңгелік рубашкамен. Ол ары қарап уже нені алуға тырысады. Вот. Тауарды ұстамау керекпіз, күнделікті сауданы планды орындау керекпіз, погода, ядро және міндетті түрде тоқтамау керек. Система, контент тоқтамау керек сізде. Контент тоқтамау деген қалай? Сіз мысалы күніне SMM-шегіңіз 1 пост, 2 пост салып қояды, 1-2 киім ғана өтеді. Сіздің магазиніңізде 100 түрлі ассортимент бар, 100 түрлі киімнің түрі бар. Сіз бір айда сол 100 киімнің барлығын сату планыңызда болса, сол 100 киіміңізді плюс-минус 20 күнге бөлесіз. Сонда күніне сізде 5-10 пост салыну керек. Или сторис салыну керек. 5-10 пост, Reels сторис дегеніміз, яғни сіз күніне қанша пост салдыңыз, сонша товарыңыз өтеді деген сөз ғой. Типа мысалы, кейде болады, мысалы Инстаграмға бір видео салдық, бір киім, ол сразу өтіп кетті деген сияқты. Вот поэтому біз дұрыс салмаймыз да негізінде. Біз күніне біреу-ақ екеу салып қоямыз. Енді максимально мысалы айтам ғой, 100 сіз барып санаңыз магазиніңізде қанша теңге, қанша түрлі ассортимент бар. Мысалы, допустим, бір футболканың өзінде сізде 30 түрлі ассортимент болуы мүмкін да. Вот. Сіз соның бәрін есептейсіз да, и соны примерно 20 күнге бөлесіз. Сіз сонда бір айда 10 сатып тастау керек. Мысалы, сіздің магазиніңізде қазір 10 миллион теңгенің тауары ма, 10 миллион теңгенің тауары сізде бір айда айналу керек. Яғни сіз күніне 333 000 теңге кем дегенде сауда істеп отыру керексіз. Бір айда 10 миллион касса жауып отыру керексіз. Сізге уже айтады ғой, заманның түлкі болса тазы болып шал дейді. Сізге уже басқаша система қолдану керекпіз. Кәсібіңізді бір системаға келтіріп алсаңыз, ары қарап жақсы болады. Сізге менің ойым, сізге тағы да біраз білім алу керек. Бұл нәрсенің барлығын. Мысалы, сіз қазір өзіңіздің энергияңыз жетпеуі мүмкін, контент жасауға, осы мен айтқан идеяларды істеуге. Сізге мықты контент продюсер, осындай контентпен жұмыс істейтін адамдармен жұмыс істеп көру керек. Мысалы да,
Ол бір. Екіншіден, мысалы сізге CRM болмаса автоматизация қою керек. Сізде оған келген кезде тағы да не знаю, оны қалай қоятыныңызды білмейсіз, или сізге сол мамандармен жұмыс істеу керек. Или может быть осының барлығын білемін, бірақ маған осыны істеуге ақша жоқ дейтін болсаңыз, онда сізге қазір осыған дейін сатқан барлық клиенттеріңізге қайттан сатып, бір 100 мың, 200 мың, 300 мың теңге жинап алып, сонымен кірісу керек. Вот. Жалпы түсінікті ма не істеу керектігі сізге? Иә. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бұрынғыдай қазір скидка, акция деп ше, не қылатын барлығы қалды ма қазіргі таңда? Иә, уже ол өтпейді да. Қазір мысалы скидка жасасам да саудам болмай жатыр деген адамдар көп та. Өйткені скидка деген уже жұмыс жасамайды. Қазір больше мен айтайын, қанша жерден сіздің товарыңыз качественный болсын, допустим, не знаю, просто сіздің маркетингіңіз жұмыс істемесе болмайды. Узнаваемость жұмыс істеу керек. Атыңыз шығып тұру керек постоянно. Вот, контент бойынша мен сізге қазір просто уақыт тығыз болғаннан кейін бірнеше идея ғана айттым. Негізі алдағы уақытта, может, не знаю, біздің обученияларға тағы келіп атсаңыз, болмаса тағы да осылай жеке консультация алсаңыз или жеке жолығып атсақ, может, көптеген контентке идеялар беру мүмкінмін да. Одан кейін мамандарды мысалы сіз SMM-шік аласыз, таргетолог аласыз, оларға да дұрыс тапсырма бере алу керексіз да. Типа, маған осынша подписчик жинап бер, маған осынша просмотр әкеп бер, маған осынша клиент әкеп бер деген нақты тапсырма беру керексіз да. Соны алып келіп бере алатын адаммен ғана жұмыс жасаған дұрыс. Енді ондай адамдар более андай опытный болады, олар уже көп ақша сұрайды деген сияқты ғой. Вот. Так, жалпы осы. Басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Сұрақтарыңыз болмаса осымен мен сізбен жеке консультациямды аяқтайын. Жарайды, рахмет. Түсінікті болды барлығы. Так, енді осы тапсырмаларды орындайсыз. Магазиніңізде счетчиктер қоясыз, контентті қолға аласыз. Қазір 500 подписчикке күнде товарға, типа сторис, пост сала бергеннен пайда жоқ. Бірінші кезекте аудитория жинайсыз. Келістік па? Вот, екінші кезекте асаттық товар сатасыз, үшінші клиентский база жинайсыз. Ол үшін кассовый аппаратты, CRM-ді қоясыз міндетті түрде. Төртінші, новый поступление жасайсыз постоянно, и оны жасағаныңызды рассылка қылып жіберіп отырасыз. Барлық клиенттеріңізге, чтобы сізде клиентский база болады ол кезде. Потом уже осы әрекеттің барлығын қайталайсыз, и ол системаға орнатқызасыз. Уже постоянно сізде продуктовый линейкада бір кузовный товар болады, футболка болады, шалбар болады, кепка болады, басқа заттар болады. Постоянно сізде ол төменгі бағада клиент шақырып отыратын продукция болу керек та. Біз айтамыз ғой, конкуренттерде баға арзан деп ше. Оларда тек қана сол товар ғана арзан, қалған бәрі қымбат. Бәрі арзан емес. Күндік сауда 120 мың теңге план, 6 продажа істеу керек. 6 продажа істеу үшін 15 адамды примерочная кіргізу керек, 15 адам кіргізу үшін 20 адам есікке кіру керек. Вот. Товарды ұстамау керексіз, максимальный товар клиент кеп тұрма, сата беру керек. Ұстамау керек вообще. И ақшаны товарға емес, ақшаны оборотта дұрыс айналдырып үйрену керексіз. Товарға сақтап, келесі жылға сақтап қойған болмайды. Сосын контентті қолға аласыз, күніне 5-10 рилстар, посттар салсаңыз, уже нормально жүреді деп ойлаймын. Так, осы әрекеттер жасау керек, және қосымша бизнесті дұрыс жүргізуге арналған базовый практикалық білім алу керек сізге. Алдағы уақытта уже тағы да білім алу керек, көп нәрсе үйрену керек сізге. Контентпен жұмыс істеуді, командамен жұмыс істеуді. А то қазір сіз тура мына жерде өзіңіздің состояниеңізді түсіріп аласыз, уже сізде выгорание болады, депрессия болады, қарыздар көбейіп кетеді, оны жабуға шанс болмай, возможность болмай кетеді. И сөйтіп уже басқа теманы істегіңіз келіп, айтқан кезде қуып жүресіз. Бірақ осы кәсібіңізді бір жүргізіп, жүйеліп, екінші магазин, үшінші магазин ашуға әрекет жасаңыз, барлығы болады. Так, жақсы, Арай ханым, рахмет уақыт бөлгеніңізге. Барынша пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы уақытта сабақтарда, обучениеде жолығамыз деген ниеттеміз. Рахмет, көп сізге де. Жақсы, сау болыңыз. Так.
Так, стоп.